Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Менің есімім Венера. Және бүгін мен сіздермен менің арманымдағы болашақта білім жүйесі туралы өз көзқарасымды бөліскім келіп отыр. Бүгінгі таңда әлем бұрынғыдан да жылдам өзгеруде. Бірнеше жыл бұрын біз қағаз, дәптер, бор тақтамен оқысақ, бүгінде жасанды интеллектпен, виртуалды сыныптармен, онлайн курстармен оқимыз. Алайда мен ойымша бұл өзгерістердің ең бастысы технология емес. Нағыз өзгеріс адамның білімге деген көзқарасының өзгеруі. Бұрын білім мектепте немесе университетте аяқталады деп ойлаушы едік. Қазір менің сенімім бойынша білім ешқашан аяқталмайды. Болашақта әр адам өмір бойы үйренуші болады. Мысалы, біз жаңа мамандықты 40 жасында үйренеміз және тілдерді 60 жаста меңгереміз. Болашақта маңыздысы диплом емес, өзін үздіксіз дамыту қабілеті. Сондықтан мен болашақтың мектебін үйрететін орта деп елестетемін. Ол жерде мұғалім бақылаушы емес, бағыт беруші, оқушы дайын ақпарат алушы емес, зерттеуші және ізденуші.